сіздерге тағы да рахмет айтамын. Әйгерім апай бізді 11 жыл бойы ұстазымыз болдыңыз. Ыстығына да суығына да төздіңіз. Сізге үлкен рахмет айтамын. Біз сізді әрқашан есімізде сақтаймыз. Осындай жап-жас болып күліп жүрген апайымыз бар деп әрқашан апайымыз болған деп әрқашан айтып жүреміз. Осындай қалпыңызда қала беріңіз, әдемі сұлу күйіңізде. Сізге үлкен рахмет айтамын. Бүгінгі кеште ұйымдастырып берген сіздерге ата-аналар, Әйгерім апай сіздерге барлықтарыңызға рахмет айтамыз. Және де менің сыныптастарым, жас түлектер, осы ата-аналардың сендер әрбір отбасының бір тірексіңдер. Ата-аналар сендерге артқан бір мақсаты, сендерден күтетін бір қорытынды бір үміт артады, соны ақталыңдар. Және де ата-аналар сіздерге осындай бізге сыныптастар, қыздар тәрбиелеп бергендеріңізге өте алғыс айтамын. Осы выпускнойды ұйымдастырғаныңызға да көп алғыс айтамын. Әйгерім апай, сізге де біз 9-шы класстан кеттік. 4 жыл бойы біздің еркегімізді көтергеніңізге, біздің кассеттарымызды көтергеніңізге сізге үлкен рахмет айтамын. Және де жас түлектер сендерге алдағы ұбт-да бірінші ұбт бітті, енді екінші ұбт-да өзіңе керек болды жинауға, өз мамандықтарыңа керек болды жинауға сәттілік тілеймін. Осы Байқадам мектебінің, яғни Байқадам Қашпай мектебінің осы ауылда атын шығара беріңдер. Ауылда емес, тек Қазақстанға да атын шығарыңдар. Бал бойынша өздерің рекордты қойып тастаңдар. Сіздерге сәттілік тілеймін. Ол сіздер барлықтарыңызды бас изеймін. Ата-аналар, Әйгерім апайымызды осы кешті ұйымдастырғандарыңызға есеңдеріңізге рахмет. Және де менің 11 жыл болмаса 9 жыл бірге оқып, аралас, сыйымдас достарым. Толқып тұр. Құрметті ата-аналар және Әйгерім апай, сіздерге бүгін осындай отырыс ұйымдастырып бергендеріңіз үшін үлкен рахмет айтамын. Әйгерім апай, сізге үлкен рахмет айтамын. Біліп білмей жасаған қателіктерімді ренжімей кешірген үшін, бір мүмкіндік берген үшін рахмет айтамын. Ал енді класстастарым, сыныптастарым, достарым, сендерге алдағы ұбт-дан жоғары балл алуды тілеймін. Және Құдай қаласа 10 жылдық, 20 жылдықта да тура осылай бас қосамыз деп ойлаймын. Амин. Біз Байқадам Қашқынбаев атындағы ең шулы класс біз боламыз. Бірақ жақсы жағынан ғой, жаман жағы емес. Не деймін? Осылай жиі бас қосып тұрайық. Бәрі саған байланысты, Дидар, үшеуіне байланысты. Барлығының сөзіне қосыламын, мен тек бүкіл жақсылық тілеймін. Рахмет. Құрметті ата-аналар, Әйгерім апай, сіздерге көп рахмет. Ата-аналар, сіздердің арқаларыңызда бүгін біз осы жерде әп-әдемі болып өзіміздің мектеп бітіру кешін атап өтіп жатырмыз. Сіздердің арқаларыңызда ұйымдастырып жатқан ата-аналарға көп рахмет. Көңілімізді қалдырмай жатсыздар. Ал Әйгерім апай, сізге 7 жылда бізге естен қалмайтын, өмір бақи есімізден кетпейтіндей естелік сыйлап осындай. Бізді 7 жылда жаңа өмірге тәрбиелеп, тәлім беріп, қызсыңдар деп бәрімізді осы өмірден өзіндік орын алуымызға көмек берген, қолдау көрсеткенсіз. Сізге көп рахмет. Осылай арамызда күліп, ойнап, әдемі болып жүре беріңіздер. Сыныптастарым, сендерге алдағы өмірде жолдарының ақ болуын тілеймін. ұбт-дан жоғары балл алып, Байқадам Қашқынбаев атындағы орта мектебі ең жоғары балды алып, барлық сынып болып грантқа түссін деген жаңалықты естіртуді тілеймін. Амин. Құрметті ата-аналар, Әйгерім апай, менің аяулы сыныптастарым, осындай кеш
ұйымдастырып берген үшін ата-аналар сіздерге көп рахмет. Әйгерім апай, сізге де көп рахмет айтамын. Біз қанша бөлініп кетсек те, бір-бірімізбен ұрсып жеп көріп жатсақ та бізді татуластырып бірге қайттан қосқансыз, ешқандай класспен араластырмағансыз. 7 жыл бойы бәріміздің басымызды бір сыныпта ұстап отқансыз. Ал аяулы сыныптастарым, мен сіздерге тек қана алдағы болашақтарыңа сәттілік тілеймін. Ешқашан да бөлінбеңдер, бөлінгенді бөрі жейді дейді ғой. Ешқашан да бөлінбеңдер. Мен сендерді қатты жақсы көремін. Сендермен барлық қиындықта да, қуаныштарда да бірге болдық.